Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Көрермендеріңіз пікір қалдырып, 12 елі бармақ шектің жарасы туралы айтып өтінген екен. Бүгін иншалла сол туралы тоқталамыз. Енді бұл 12 елі бармақ шек жарасы сол шектің кілегей қабықтарын жаңағы асқазан қышқылы мен пепсиннің қорытуының нәтижесінде сол кілегей қабықтарда жара пайда болады. Енді бұл аурудың жаңағы таралу салыстырмасы мысалға шетелдік ғалымдардың жалпылық статистикасына негізделгенде әрбір 10 адамның ішінде бір адам осы аурумен ауырған, яғни 10%-дық таралу салыстырмасын көрсеткен. Енді бұл аурудың ауру себептеріне тоқталатын болсақ, көбінесе жаңағы хеликобактер пилор осы бактерияның жұғымдалуынан, сосын жаңағы NSAIDs деп жаңағы аталатын дәрілер бар. Қысқасы жаңағы қабынуға қарсы бір түрлі дәрі. Оның ішінде көбінесе жаңағы аспиринді айтуға болады, сол дәріні көбірек тұтыну мысалға. Сонымен қатар жаңағы темекі шегу, арақ ішу немесе дұрыс тамақтанбау, тамақтанудағы нашар әдеттер, одан кейін жаңағы абырушылық, психикалық мәселелер деген сияқты осы себептерден де осы ауру келтіріп шығатыны белгілі. Енді бұл аурудың ауруы белгілеріне тоқталатын болсақ, көбінесе сол жаңағы іштің үстіңгі тұсы жаңағындай ауырсынады. Бұл ауру сол іштің үстіңгі тұсты ауырады дедік, сонымен қатар ары қарай жаңағы ауырғанда бұл көбінесе екі тамақтың аралығында ауырады, немесе жаңағы ашық қарында ауырады. Осындай бір өзінің заңдылығы бар ауыратын. Егерде бұл артқы бүйіріндегі жара болатын болса, шектің артқы бүйіріндегі жара болатын болса, онда жаңағы арқаға қарай шашырап ауыртуы мүмкін. Сонымен қатар жаңағыдай басқа да жаңағы ас қорытуы нашарлау, іші кебу, одан кейін жайсыздану деген сияқты белгілер болады. Енді бұл ауру көбінесе ондай сыздап ауыру мүмкін, немесе қыздырып ауыру мүмкін. Сонымен қатар изжога, яғни қыжыл келу мүмкін деген сияқты белгілері де болады. Негізі сол жаңағы іштің үсткі тұсы ауырады. Егерде жаңағындай жара тесіліп кеткен жағдайда, қан шыққан жағдайда ол ауырсыну қатты болады, деңгейі ауырлау болады, жоғары болады деген сөз. Жалпы ауру белгілері осылай. Енді бұны тексеруге қалай тексеруге болады дегенде, көбінесе жаңағы гастрокоп деген тексеру, мысалға жайтылмай айтқанда зонд жұту, шланг жұту дегенді білдіреді. Сол асқазан әйнегі, соған салу арқылы тексереді көбінесе. Сонда жараның орнын, қаншалык үлкен кішілігін анық біле көреді. Сонымен қатар жаңағы бактерияның, жаңағы хеликобактер пилор дедік қой, сол бактерияның да жұғымдалмағанын тексеруге болады сонымен бірге. Басқа тексерулерде егерде жаңағы зонд жұтқысы келмеген адамдар, немесе ондай жағдайлар жоқ жерлерде көбінесе барий қышқылын жұттыру, барий асы деп қояды. Барий тұзын жұттыру арқылы сол рентгенде суретке тартып, сол тосылған немесе жара бар жерлерде таралу арқылы сондай тексерумен де тексеруге болады. Сонымен қатар көміртек 13 немесе көміртек 14-тің изотоптарын үрлеу, ауа үрлеу әдісімен жаңағы хеликобактер тексеруге болады. Енді бұл хеликобактер бұл ауруда жұғымдалуда сол 90-100% осы 12 елі бармақ шек жарасы болса, 90-100% хеликобактер пайда болады. Соның ішінде қалған 10-15%-дары жаңағы ұзақ уақыттық аспирин сияқты қабынуға қарсы дәрілерді қолданғаннан келіп шығуы мүмкін. Жалпы солай тексеруге қатысты осылай осы тексерулер арқылы анықтауға болады. Енді емдеуді айтатын болсақ, бұл ауруды әдетте батыс медицинасында жаңағы қышқылды тежегіш дәрілерді қолданады. Мысалға PPI, амепразол, ленсоразол деген сияқты. Онымен қатар H2 бірігуге қарсы дәрілерді қолданады, мысалға симитидин деген сияқты. Егерде жаңағы хеликобактерияға жұғымдалған анық болса, онда сол бактерияны өлтіруге қатысты дәрілерді қолдану керек. Ол туралы біз алдыңғы өткен видеомызда оған нақтылы тоқталған болатынбыз. Хеликобактер пилори және оны тексерумен оны емдеу деген
сол видеомыздан соған нақтылы жауап таба аласыздар. Ол жерде сол жаңағы бактерияны өлтіруде антибиотиктер қолданылады, амоциллин деген сияқты. Одан кейін жаңағы PPI-ді қосып істетеді. Мысалы амепразол деген сияқты. Батыс медицинасында енді жаңағы бұл аурудың қосымша келтіріп шығаратын қосалқы ерме ауруларын айтатын болсақ, егерде қатты қан шыққан болса, бұл қанды тоқтата алмаған жағдайда, жаңағындай дәрі-дәрмек тоқтата алмаған жағдайда операция отаға жүгінуге тура келеді. Немесе жаңағындай тесіліп кетсе, онда іштің пердесіне қабыну тарап кетеді, сыртқа шығып кетеді, яғни құрсақтың қуыстарына шығып кетеді. Ол кезде ол үлкен қабыну келтіріп шығарады. Онда жарып тазалау керек болады. Ол кезде отаға жүгінеді. Сонымен қатар жаңағыдай егерде сол жаңағы 12 бармақ ішектің соңғы бөлімдері, яғни ары қарай үлкен ішекке қарай құлайтын жерлері тосылатын болса, сол жерде жараның себебінен түйін пайда болып тосылса мысалға, онда ол тосылудың нәтижесінде ас жүрмей қалады, ары қарай үлкен ішекке қарай мысалға қатты іш кебу болады, одан кейін жаңағындай құсу мүмкін. Осындай жағдайларда бәлкім отаға жүгінуге тура келеді. Енді бұл 12 бармақ ішек сол жаңағы асқазаннан кейін, асқазандағы сол ең бірінші 12 бармақ ішекке түседі. Сондықтан бұл асқазан сұйықтығының, асқазан қышқылы сол 12 бармаққа көбірек құйылатындықтан бұл жараны келтіріп шығатын тағы бір себебі осы. Сондықтан жаңағы асқазан қышқылын тежегіш дәрілерді қолданатын себебі де осы. Енді бұл жалпысы батыс медицинасының емдеу әдістері осылай. Енді шығыс медицинасында көбінесе дәрі шөптерден айтатын болсақ, буплевр, ақтаспа, жаңағы тауықтың асқазаны, сол сияқты ләләгүл, шалфей, қызылмия деген ақшолық осы шөптерді жаңағындай нақтылы дәрігердің қабылдауынан өтіп, дозасын теңшеп, рецеппен дайындап қабылдауға болады. Бұл да жақсы емдердің бірі болып табылады. Осы шығыс медицинасының шөп дәрілермен емдеу. Сонымен қатар, егер үй жағдайында жасауға тиісті бір жай рецепт айтып кететін болсақ, мысалға ләләгүлден 20 грамм, шалфейден 30 грамм екеуін араластырып суға қайнатып, осылай ішу арқылы күніне 2 мезгіл. Осыған жақсы көмек көрсетуге болады үй жағдайында жалпысы. Енді бұл ауруды қалай сақтануға болады, үй жағдайында қалай тамақтану керек, немесе алдын ала шараларына тоқталатын болсақ, тамақтану келетін болсақ, ең әуелі енді аз тағамды жаңағындай аз тамақтану, яғни тамақтың мөлшері аз болу, одан кейін рацианы көп болу. Яғни көп тамақтанып, аз мөлшерде тұтыну тағамды. Осылай жасауға болады. Одан кейін жаңағындай қатты құрғақ жемектіктерді көп жеуден сақтану керек. Өйткені жараны бәлкім тітіркентіп, жараны егерде үлбіреп тұрған жара болса, жұқарып мысалы кілегей қабықтар, онда тесіліп кетуі мүмкін. Ондағы жаңағы үлкен қабыну келтіріп шығарады, іш қуыстарында. Сондықтан солай сақтанған жөн болады. Одан кейін өте жаңағындай спиртной арақты ішуден бас тарту керек. Онсыз да мұсылманның бір парызы, бәрімізге белгілі болғандай. Одан темекін тастау керек. Сонымен қатар жаңағындай қатты ыстық, қатты суық, қатты тіргендіргіш, қатты ашты деген сияқты тағамдарды да азайту керек. Жалпы азықтануда осы жақтарына мән берген жөн. Сонымен қатар жаңағы көңіл күйдің де бұл ауруға өзіндік әсері бар келтіріп шығаруда. Сондықтан көп жабырқайтын, тез жағында ашынатын, немесе тез моңайып қалатын осындай психикалық аурулар болса, оны демдету керек, дем салдыру керек. Ол туралы мысалға Құран арқылы жаңағындай дем салуға болады оған қатысты. Одан кейін ол жаңағындай көңіл күйін әрдайым көтеріңкі ұстау керек, көп қайғы-мұңға салмау керек, немесе соған қатысты қайғы-мұңға қатысты дұғалары бар өзі жаңағы мұсылман қорғанында. Сондықтан оқып тұру керек әрине. Ол жаңағы көңіл күйдің тыныштығын туындатады. Соның нәтижесінде бұл ауруға жақсы көмек болады иншалла. Сосын жаңағындай вақтылы дағдылы тамақтану керек. Нашар тамақтану әдеттерінен жаңағындай тиылу керек. Мысалға кейбір адамдар жаңағы бір жолда аса тойып тамақтанып алады, немесе тамақтың ритмі бұзылады. Таңертең жеп, кеште бірақ түсте жемей, кешке бірақ жеп деген сияқты. Сондықтан әр уақытты
тамақты өз убагында жеп отуруу керек. Бул жагы азыктанууга катышты. Көңүл күйгө катышты жогоруда айтканыбыздай жанагы бактерияны толук өлтүрүү керек. Эгерде сол бактерияны Helicobacter pylori жанагы текшерүүдөн пайда болсо, онда нактылуу уну өлтүрүп табышуу керек. Сондуктан бир аз көзүн түбөгел жуганда бул оору нактылуу эмделип жазылат, Кудай кааласа. Эми бул оору ары карай дамып ракка айнала ма десек, негизинде ондай жагдайлар болбойт. Өтө аз жоктон каз дегенге болот. Ракка айналмайт бул 12 бармак ишик жарасы. Жалпысы осы тұстардан мән берген дұрыс болады. Егерде видеомыз ұнаған болса, лайк басыңыздар, көпшілікпен бөлісіңіздер, арнамыздың қоңыраушасын басып, біздің тұрақты көрерменіміз болыңыздар. Ағайын, ауырмаңыздар, келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.